Армысыздар, құрметті көрермендер. Алаштың 100 жылдығына байланысты Әлихан Бөкейхановтың қайтқанына 80 жыл толуына орай бүгін Алаш туралы сұхбат өрбітетін боламыз. Бүгін бізде қонақта филология ғылымдарының докторы, профессор, алаштанушы Дихан Хамзабекұлы келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Ең бірінші сұрақ Алаштың актуалдығы туралы айта кетсеңіз. Жалпы қазақ мемлекеті өзінің тәуелсіздігін алғалы бері тарихымызды түгендеп, өткен кеткеннің ең бір жемісті, ең бір табысты кезеңдерін қайта парықтаған болды. Бұл үлкен өте күрделі кезең, күрделі процесс, үдеріс. Себебі тарих деген ол енді толғамалы. Әртүрлі қиын кезеңдері, күрделі кезеңдері бар. Сонымен бірге жаңағыдай айтқанда өте табысты кезеңдері бар. Сондай табысты, жеңісті кезеңі тарихтың бұл алаш кезеңі. 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың бас ширегі деуге болады. Осы кезде қызмет еткен ұлт зиялыларының барлығы дерлік ұлттың жаңа дамуына, бүгінгі тілмен айтқанда жаңғыруға қызмет етті. Ол жаңғыру не деген еді? Ол жаңғырудың негізгі мәні мемлекетшілдік идеяны, мемлекетшілдік құрылымды қалыптастыру. Яғни жаңа заманның құрылымы европалық бағыттағы мемлекеттік құрылым. Қазір біз сондай кезеңге келдік, яғни біз алаштың арманын орындап жатқан мемлекетпіз қазір. Яғни осыдан 100 жыл бұрын олар осындай мемлекет құруды армандады. 100 жыл бұрын олар парламенттік билікті аңсады. 100 жыл бұрын олар атқарушы биліктің халықпен арадағы байланысының бір механизм тетіктерін іздеді. 100 жыл бұрын олар бүкіл ағартушылық жүйені ұлттың деңгейін көтеретін, ұлттың әл-ауқатын түзететін бір тетік ретінде көргісі келді. 100 жыл бұрын олар қазақтың саналы азаматтарын басын біріктіріп, бір саяси жүйе болғанда елдік жүйеде қызмет еткіздіруге жұмылдырғысы келді. 100 жыл бұрын олар тарихтың ащы сабағын ала отырып, тарихта өздеріне дейінгі тарихтағы қандай тұлғаны негізгі темірқазы етіп алуды анықтады. Міне осындай дүниелердің барлығы да бізге өте әсерлі, бір жағынан тағылымды. 80 жылдардың аяғынан басталған алаштану ғылымы, алаштану ілімі әзір күнге шейін арқауын үзбей жалғасып келе жатыр. Ал енді биылғы 100 жылдық мерейтойы бұл еліміздің деңгейін көрсететін мерейтой. Сондықтан бұйырса қарашаның 10 күні республикалық деңгейде үлкен ғылыми тәжірибелік конференция өтпекші. Аға, мынау 37-38 жылдардың өзін қарайтын болсақ, осы жылдың өзінде қазақ зиялыларының 66 мыңы зардап шеккен, оның ішінде 22 мыңы атылған болса, 44 мыңы абақтыға тоғытылған. Біз осындай құн төлеп не алдық, сіздің ойыңызша? Бұл әрине өзі ұлттың басындағы трагедия деген ол бір күнде болмайды. Біздің ол шынында да трагедия. Егер оны ғылыми тілге түсірсе геноцид деуге болады. Ұлттың қаймағын сыпырып алу, халықтың жартысын қырып тастау деген нәрсе. Бұны қазіргі кезінде кеңес тарихшылар бұны мүлдем айтпады, айналып өтті. Кейінгі кезеңде де бұны біз өз жете мән беріп, жете бір үлкен тарихи бағасын бере қойған жоқпыз. Әлемде біраз елдер бар, өзінің халқының осындай жартысынан астам қырылғанын, немесе жартысына жетпейтін бір бөлігі қырылғанын геноцид деп жариялап, оны басқа елдердің парламентінде бекітіп, солай өздеріне белгілі бір құнын сұрап жүрген халықтар бар. Бұны атап айтсақ, мысалы, Израиль халқы, соның ішінде, мысалы, Голодоморға байланысты Украин мемлекеті деген секілді осындай дүниелер бар. Польша, осындай дүниелердің барлығы да бізге әсер етуі тиіс. Себебі біз біріншіден ол тарихтағы қырғынды, тарихтағы азап пен қайғыны айта отырып, сабақ етіп бүгінгі күннің айнасына қарай алуымыз керек. Ал егер оны ұмытып кетсек, ол әрине аруақтың алдында да, тірінің алдында да бұл парызымыздың өтелмегендігі болар еді. Сондықтан бұл мәселеде бізде нақты пікірлер керек. Ал енді бұлардың өтеуі болды ма? Әрине, біріншіден қазақ өзі кезінде Қазыбек билеріміз айтқандай, қазақ деген бір құдай деген халық дегендей, құдай деген халық өзіне тағдырына да қанша қиындық жағдайда болса да, мың өліп мың тірілсе де, ары қарай дамуына өзі құдай мүмкіндік туғызатын халық.
Біз себебі ешкімнің жерін жаулап, біреудің жаңағы басына трагедия орнатқан халық емес, біз өзіміз меймандос халықпыз, тарихымыздың өзі сондайдан құралады. Бірақ келген жауға әрине тиісінше жауап берген халықпыз. Сондықтан ал енді осы дүниені қараған кезде біздің жаңағындай олардың құны деген мәселеде ойланып қаламыз. Себебі мысалы ескі кезде билер заманында жігіт азаматтың өліміне 100 жылқы берілген екен құны. Егер тура сондай құнды қайта орнынан қарасаңыз да, егер 100 жылқыны бүгінгі заманның көлеміне де ауыстырсаңыз да, сол заманның да болса да, ол үлкен қазақты тағы да бір нәрсе өсіретін, оның деңгейін, әлеуметтік жағдайын көтеретін дүние. Сондықтан белгілі дәрседе біз әрине заңдық негіздерін қабылдауымыз керек. Заңдық негіздер парламентте үлкен ғалымдар бірінші үлкен жұмыс жасау керек кешенді. Және оны біз Еуропа елдерімен, осындай жаңа азап көрген елдермен бір параллель жүргізіп зерттеуіміз керек. Параллель, яғни олардың тәсілдері қалай, және оны қалай соған баға беруді. Сондықтан жаңа 22 мен өз басым аштықты, мысалы аштықтың құрбанын 32-33 жылғы дегенге қарсымын. Аштықтың жалпы азамат соғысынан бастау керек. 22-ші жылдарда, 21-22 жылдан бастап, сол 32-33 жылға аштықтың құрбандары. Екінші, саяси репрессия, жаңа сіз айтқандай, ол 30 жылдардың соңында болған репрессия. Бұл да екеуі де бәрі де бұл бір аяда қаралу керек. Себебі ол да соның бір жаңағы жүйенің жалғасы. Оған ешкім есепте берген жоқ, және өздері жауырды жаба тоқып, оны басқа мәселеге жаңағы тіпті өзіміздің халқымыздың жаңағы ебедейсіздігінен деген секілді нәрсеге де ешін апарған дүниелер болды. Оның бәрі де бұл әлі де байыпталу керек деп ойлаймын. Біз Мағжан Жұмабаевты білеміз, ол 38 жылы жаңа документ бойынша атылған деген документтер де бар. Бірақ Бауыржан Момышұлы өзінің естеліктерінде мен 1948 жылы Сібірге барған кезде Мағжанды көрдім. Ол қолынан келсе мені елге жеткіз деп айтты дейді. Қалай ойлайсыз, Мағжан Жұмабаев тірі қалуы мүмкін бе? Енді бұл мәселе өте бір күрделі нәрсе. Егер біз Баукең секілді үлкен тұлғаға сенбегендей болмауымыз да ондай ой айтудың өзі де ауыр болып келеді. Себебі Бауыржан Момышұлы өте шыншыл адам болған, нақты айтқан, кесіп айтқан адам. Яғни бұрынғының ескілердің сарқыты, ескінің жаңа көзі дегендей, ол өз замандасы ретінде, ол замандас себебі сол дәуірде өмір сүрді, оны жоққа шығаруға болмайды. Екінші, азапты жылдары, қиын жылдары, азып тозған, репрессияланған жылдары белгілі бір адамдар, бұның бәрі психологиялық сәттер бар, басқа да жағдайлар бар. Мағжанның атынан мен Мағжанмын деп те шыққан болу, онды жоққа шығаруға болмайды. Тіпті түр ұқсастығы, сөз ұқсастығы да болуы да мүмкін. Бұл өте бір нәзік нәрсе. Бұндай нәрсе бір-екі, мысалы, Міржақып Дулатов Монғолияға барыпты деген әңгіме бар. Осында тура осықанда параллель жүргізуге болады. Мысалы, ол адам кейін Міржақып болған адам кейін 40-шы жылдар ма 50-шы жылдарға айтқан ұқсайды. Ол қазір қылым заманы. Егер тура соған ретінде, мысалы, оның қазір сүйегі жатыр, қай бейіті бәрін білеміз дейтін Монғолиядан келген қазақтар бар. ДНК-ны тексертіп жіберіп көруге болар еді. Мысалы, әңгімені бар жоқты бірден ашып тастайтындай. Сондықтан мына жерде Сәкенді көрдік, Сәкенді жерледік деген адамдар да болған. Онда мынау Қарағандыдан бір орыс азаматы, соны барып көріп, іздеп келіп, оны жоқ таппай келіп, сонда бір қиындар болған. Енді біз бұл жерде бір дүниені ескеруіміз керек. Бұндай фактілер өмір сүре беруге құқы бар. Бұл фактілердің өмір сүруі сондай күрделі кезеңнің болғандығын көрсетеді. Бұны жаңағы не бар, не жоқ деп айтып өте қиын нәрсе. Енді қалай Бауыржандай адам, мен жаңағыда өзім сондай көзқарастамын. Екінші жағдай, жалпы сол 30-шы жылдардағы аңыз бен шындық араласып кеткен оқиғалар өте көп. Себеп дерек жоқ, халықтың арманы. Оны жасырып не керек? Кешегі 86-шы жылғы көтеріліс кезінде өте күрделі кезде халықтың жылап, үні шықпай жүрген кезде бір топ ақын Қайрат Рысқұлбектің атынан өлең шығарды. Қайрат болып,
қайраттың жаны болып, қайраттың жаңағы рухына қызмет ететіндей. Сол кейіннен барып қазір ол қайраттың өлең ретінде қайраттың арасында насихатталып жүр. Енді осы ол өмірде ондай өте көп факты көп. Енді оны қайраттың өлең емес деп айту да қиын нәрсе. Себебі біреулер соны тарихқа жаңағы фактологиялық дүниелермен жоқ бұл деген үйтіп айтып, бұл себебі сол дәуірдің үні, заманның үні. Біздің мысалы кезінде жырау поэзиясы деген бар 15-18 ғасырда. Бір жыраудың толғауы екінші жырауда ауысып жүреді. Бұндайдың бәрінде бұны біз екі тұрғыдан қарауымыз керек. Бір жағынан жаңағы текстологиялық тұрғыдан да қарауымыз керек. Екінші жағынан уақыттың, заманның үні деген нәрсе бар. Заманның ырғағы деген нәрсе бар. Ритм дейді, ол соны көрсетеді. Ана жаңағы еркек тоқты құрбандық деп келетін өлең бар ғой, соны ол жаңағы көтеріліске шыққан жастардың үні емес деп кім айта алады? Сондықтан да осындай дүниелер бар. Сосын мен сұрайын деген, мынау білесіз, биыл 100 жылдық конференция ұйымдастырамыз деп жатсыздар. Бірақ менің ойымша, бұны 100 жылдықты тойлаған кезде жалпы бүкіл халық білетіндей, бүкіл халыққа жаңағы Алашты насихаттайтындай дүние болу керек. Ал конференция деген тек қана осы ғылым саласында, тіл саласында жүрген азаматтар ғана көріп, солар ғана танысатын нәрсе. Сіз қалай ойлайсыз? Дұрыс істеліп жатыр ма? Жалпы өзі қызық нәрсе. Жалпы конференцияның форматы деген белгілі дәрежеде конференцияның форматы ғылыми ортада да, қазір күннің аясында да бірсыпыра бүгінгі күннің талабына жауап бермейтін жерлері бар. Ол бір. Себебі ғылыми адамдар баяндама жасайды, ол былай халыққа мысалы айтысты тыңдағысы келетін адам, бір кейде шоуды көргісі келетін адамдарға ол өте жаңағы жалықтырып жіберуі мүмкін. Екінші жағынан ғылыми конференция не үшін керек? Ғылыми конференция әрине ойды жинақтау үшін, пікірді сабақтастыру үшін, болашаққа белгілі бір талаптарды, тапсырыстарды беру үшін қажет. Ал енді әрине үлкен мемлекеттік үкіметтің қаулысын ғалымдар да, бұлай тарихқа қызығатын азаматтар да күтті, үкіметтің қаулысы. 90 жылдығында, сол жылдың соңында қарай шыққан болатын қаулы. Қазір ол қаулы шыққан жоқ, бірақ үкімет үлкен деңгейде атап өтпекші. Біз бұған шүкір дейміз. Ал екінші жағдайда біздегі азаматтар бір нәрсені ескеру керек қазір. Бір жанымна сіз енді осы өзіңіздің ақпараттық жүйеңіз арқылы да насихаттасаңыз болады. Қазір қоғам өзінің айтатынмын дегенін, қоғам өзінің халыққа жүйелі жеткіземін деген дүниесін ол қысылып қымтырылмай бір жобаға сәйкес жеткізе алады. Заманымызда көп мүмкіндіктер бар қазір. Сондықтан да халықтың бірлігі, қазір мен ойлаймын, Алаштың жалпы 100 жылдығы, мысалы, мен осы егер 10-шы қарашада конференция болсын, биыл мен мысалы менің білуімше бір 8-ші конференция аймақтарда өтіп жатыр. Шымкентте өтті, Қызылордада өтті, Оралда өтті, Торғайда өтті, Қостанайда. Содан кейін барып Семейде өтті, Алматыда бір жерлерде өтті, бір-екі мекемеде, Евразия ұлттық университетінде өтті. Осылай істеп қарасаңыз, әрине былай оны былай жалпы қауым біліп жатқан жоқ. Ал енді жалпы қауымға арналғанда жаңағыдай формат керек. Ол жаңа форматты жаңағы дұрыс халық той томалақ жақсы көретіндер бар, олардың форматы бар. Немесе айтысты, жаңағыдай бір бүгінгі заманның айтысын жақсы көретіндер бар, ол бір формат. Үшінші бір формат жаңағы мына қазір технология сайттар бар, толда түрлі сұрақ-жауап нәрселер бар, басқа да жаңағыдай кең. Бұл да қажет нәрсе. Сондықтан да менің ойым айтады, жалпы бұл бағытта әрине жұмыстарды толықтыра түсу керек. Биылғы жұмыс жылдың соңында қорытындыланады. Биыл қалай өттік Алашқа, қалай болды деген дүниені. Ең бастысы мынау кино түсіру мәселесі. Мынау сіз сияқты немесе осы Алаш жолына өмірін арнаған адамдар Алашты танымайды. Соған байланысты қаражатқа келіп тіреледі. Сіз айттыңыз ғой жаңағы әрбір азамат өзі насихаттауға болады деп. Бірақ ол сол істің маманы болмаған екен, оны дұрыс насихаттай алмайды. Екінші жағынан қаржыға көп нәрсеге келіп тіреледі. Кино түсіру мәселесі бар. Мысалы Ерлан Қарин
елшіл азамат, сол жігіт қазір Қазақстанды басқарып отырғандықтан Қазақстанда бірнеше жобаны мен білем, байқап, деректі фильм аңғайындағы жұмыстар жасалып жатыр. Екінші, қазақ фильмінің тапсырысы бойынша бір жаңылыспасам бір 10-нан аса осы алаш қайраткерлерінің жеке тұлғаларына байланысты фильмдер түсірілді. Біз оған әрқайсысына жаңағы пікір беріп, сөз сөйлеп, сұхбат беріп деген сияқты соның ішіне қатысқан жағдайымыз болды. Осындай дүниелер жүріп жатыр. Енді біз кейбір нәрсені де өзінің мынау қалған тезірек болса дейді, бірақ өзі әр нәрсенің де өзінің бір кезеңі болады. Оған әрине асыққанда тезірек қамтығанда керек, бірақ өзі мынандай топырақ немесе негіз қалыптаспай жатып еккен дүние де жеміс бермейді, дұрыс жеміс бермейді. Сондықтан да ол өзі бірте-бірте бәрі дұрысталуы тиіс. Ол мүмкін емес нәрсе, себебі халық, жаңа мен сөзімнің басында айттым, өзінің тарихындағы сапалы кезеңге баға бере отырып, содан тағылым алады. Екіншіден, соны үлгі етеді. Бұл әлемнің барлық елінде бар. Мысалы, мен кеше ғана Италиядан келдім, Милан қаласында үлкен конференция өтті, сонда Амброзиано дейтін үлкен академия бар, 30 мыңға жуық оригинал түпнұсқа дүниелер жатыр. Соған қараған кезде ғалымдардың, мысалы Италия ғалымдарының міндеті өздеріне қойған міндет. Соны әлемнің ғалымдарын шақыра отырып, сол мәдениетті әлемге тарату. Жапонның, Кореядан ғалымдар келді. Кореядан да Американың корейстері, Жапонның да сондай шетте жүрген ғалымдар, Қытайдың ғалымдары, Европаның ғалымдары келіп, сол Амброзинода бар, немесе Амброзиноның болған еңбек мұралардан туындайтын бүкіл жалпы адамзаттық дүниелерді насихаттап жатыр. Біз де алашты айтқан кезде тек қазақтың аумағында қалып қалмауымыз керек. Алашты айтқан кезде, сол кезде осыдан 100 жыл бұрын қазақ зиялылары Еуропаға сәйкес азаттықтың, еркіндіктің идеясын көтеріп, сонда параллель жүргізіп, біз үлкен әлемнің ағысында, әлемнің бағытында қазақ зиялылардың да үні болды дегендей, сол ыңғайда жүргізуіміз керек. Яғни өз одамызда қайта-қайта мен жақсы, менің атам жақсы деген нәрседен шығуымыз керек. Ондай ойлар бар. Мынау алаш зиялыларының ішінде бір алаш ордасына алып келіп, Қазақстанға алып келіпсіздер. Сол туралы айта кетіңізші. Бұл енді баспасөзде көп жазылды, көп айтылды. Смағұл Сәдуақасұлы дейтін қазақтың керемет қайраткері болған. Бұл кісінің тағдыры алаш зиялылар тұсында зиялылардың, жастардың қанаты болған, жас азамат деген, бірлік деген. Соны басқарған, соның басшылығында қызмет еткен. Өте жас саясатқа көтерілген адам, кейіннен барып совет қызметінде болып, совет қызметінде жүріп алаш зиялыларына жағдай жасаған адам. 25 жасында оқу министрі болған, ол кезде халық ағарту комиссары деп айтады. Сол азамат тағдырда өте ауыр, себебі бірақ тағылымды тағдыр. Сол 25 жасында министр болған кезде сол жылы Қазақстанға Голощекин келеді. Голощекинге ең бірінші қарсы тұрған, яғни Голощекиннің жаңағы біз айттық қой, аштық халықтың жартысын қырды деп. Тура осындай жаман кесапаттың келе жатқанын сезіп, бірінші күннен қарсы шығады идеясына. 2 жыл тайталасып жүр, бұл Голощекин құртады, 27 жыл қызметтен алады, басқа түрлі қызметтер атқарады, кейін Мәскеуге кетеді. Сөйтіп қайтадан жоғары оқу орнын бітіреді. Сөйтіп 33 жылы Москва-Донбасс деген темір жолда инженер болады. Себебі Москва-Донбасс темір жолының бойында алаш зиялылары бірінші айдалған кезде сол жолдың бойында болатын. Бұның барлығын ол кезде НКВД окупы біліп отырады. Сөйтіп оны улап өлтіреді. Содан бұл жаппай репрессияға дейінгі болған оқиға, жаппай репрессияға дейінгі қазір архивтің деректері шығып жатыр. Онда Ежов, Шкрятов дейтіндер бастапқы террор жасай бастаған. Республикалардың мықты азаматтарын жеке-жеке өлтіру, соның жолында жұмыстар жасаған. Сонда өлтірілгеннен кейін оны кремация жасап, яғни уланған бұл денесінен не шығады деп, сөйтіп бұны кремацияның сүйегін өртеу деген сөз. Соны Дон зиратханасына Мәскеуге қойған. Және оны қабырғаға қойған. Қабырғада соны ыдысқа салып қойған сүйегінің күлін. Біз соны 90 жылдардың басында тәуелсіздік ала салысымен айтып көтеріп жүрдік. Соны 2011 жылы
белгілі қазақтың азаматтары, қайраткері Сабыр Қасымов дейтін экс-сенатор, сол кісінің ақылдылығымен, табысты келіссөз жүргізуімен Қазақстанға алып келдік. Делегациямен бастап бардым, келіп. Заман ол Смағұлдың біріншіден ол дәстүрге сай емес жерде жатыр. Басқа діннің зиратханасында. Екіншіден ол қазақта өзі кез келген нәрсе жер қойнына берілу керек. Топырақтан жер алдың, топыраққа баруың керек деген. Сондықтан не мұсылманша қоюды Москвада жүзеге асыру керек болды, не елге алып келу керек. Сөйтіп енді еліміз тәуелсіз болып жатса, астанамыз болып жатса, неге бізге қызмет етпеу керек деп, сонда жеке бастамамызбен алып келіп қойып, 11 жылдан бастап Астанада ескі қорым бар. Кенесарының сарбаздары жатыр деген. Сол қорымда Смағұлдың да бейіті бар. Ода Астанада өтіп жатқан конференция жиындарға келген азаматтардың бәрі сол екі Кенесары мен жаңағы Смағұлдың басына зиярат етеді, тәует етеді. Сонымен бірге Смағұл Садуақасов сол 20-шы жылдары, 20-21 жылдары осы солтүстік өңірдің біраз жердері Сібір ревком дейді, қазіргі Омбының соған қаратып, жалпы Ресейге кіргіздіру қамы жасалынған. Соған қарсы тұрып, көп саяси қызмет 20 жасында сонда бар болған. Атқарған адам 20-21 жасында. Сондықтан осы жерді сақтап қалудың өзі, біз көбінесе Ташкент туралы айтамыз ғой. Ташкент бұл кейінгі Совет заманының қайраткері, ал 20-шы жылдардағы еңбек ол Смағұлдікі. Сондықтан осындай жұмыс жүргізілді, атқарылды. Біз сол тарихтың бір үзіліп қалған арқауын жалғастыруға атсалыстық. Осындай дүние. Жақсы аға, рахмет сұхбатыңызға.